айтарым бар ғой, мынау адамдарға таң қалам да, енді неше түрлі адамдар болады. Бірақ қазақтарға өте қатты өзім бір ішкі дүнием өзі ауырады қазақтар үшін. Неше түрлі нәрсені айтады да, неше түрлі. Ол бүкіл елде бар дүние емес ол. Мен ойлаймын, сана сезімі дамыған, түсінігі бар адамдар, тәрбиесі бар адамдар жақсы жағынан көреді, жақсы жағынан түсінеді, жақсы жағынан ойлайды. Енді біздің қазақтар әлі қаншама дегенмен көп, әлі жастары бар, үлкендері бар. Сол сана сезімдері әлі қатты бір милары дамымаған деп ойлаймын өзімше. Бұрынғы ата бабамыз мал қарап, малшы болып, өз малшының қойшының баласын ғой. Сол сияқты, сондай менталитетте қалып қалған сияқты деп ойлаймын. Оны не үшін айтып отырмын? Өйткені маған неше түрлі нәрсені айтады, жазады да. Элементарно видеоларды, посттарды айтады, видео посттардың астына мысалға, менде енді ол смешной контент қой, енді күлкілі, көңіл күй контенті, халық елге, адамдарға, жастарға бір көңіл күймен беруге тырысамын сонышы. Соның өзін көрген өзінен көп адамдардың жазу былайда, қуып кетті, ішіп апты, мал болып кетті, қоя берсе, поп болып кетті, тағы да басқа анау-мынау. Короче, айтатын нәрселер өте көп. Ал шетелдің азаматтары жазып атады, тек қана қолдау шетелдерден. Біреулер от жіберіп атады, біреулер жүрек жіберіп атады, біреулер құшақтау жіберіп атады, біреулер поцелуй сүйгенді жіберіп атады да, мысалға шетелдің адамдары. Шетелдің бір адамдары ешқашан біреуін бір жаман бір жазған бір көрмеппін видео посттың астына. Бұл біріншісі. Екіншісі, мынау жағы енді алда жекпе-жек келе жатыр ғой. Сол жекпе-жекті айтасыңдар да, мысалға не болды сонша дайындалып, бәрін жазатын осы. Не болды сонша дайындалып, Майк Тайсонмен шығайын деп жатсың ба, Флойд Мейвезермен шығайын деп жатсың ба, Головкинге дайындалып жатсың ба? Енді айтылып жатқан сөздер, жазылып жатқан сөздер өте көп та. Сон жағы айтайын деп жатқаным енді мәселе ол мақсат. Мен былай айтайын сендерге, құрметті достар, бауырлар, ағайындар, мен өмір бақи еңбек етіп келе жатқан адаммын. Өмір бақи ол Ануарбек мотиваторы болсын, болмасын мен өмірімде. Мен боксты 97 жылы 10 жасымда бастағанмын. Мінекей сол уақыттан бері 97-те боксты бастағанмын, 10 жасымда. 28 жыл болды еңбек етіп келе жатқаныма, қазір жасым 38-де. Әлхамдулилля, мен өмір бақи еңбек етіп келе жатқан адаммын. Өмір бақи Алланың күш-қуатымен, Алланың беріп жатқан күшімен, Алланың беріп жатқан қолдау, қорғаумен осы күнделікті еңбек етіп жатырмын, күнделікті. 16 жыл, 10 жасымнан 26 жасыма дейін 16 жыл бокс қасқам, кәсіби. 26 жасыма дейін бокс қасқам, 16 жыл, 26 жасыма дейін. Одан кейін боксты қойдым да, боксты қойғаннан кейін де еңбек етіп жатырмын. Жатсам да, тұрсам да еңбек ету, жұмыс жасау. Мінекей соның тәжірибесі, соның мысалға бүгінгі мынау жемісі, Аллаға шүкір, әлхамдулилля. Бүгінгі жемісі мінекей мына өздерің көріп жатқандай, мінекей соның жемісі, Аллаға шүкір. Мінекей мынандай әдемі көліктермен жүрміз, әдемі болып жүрміз, ел халықтың алдының аузында болып жүрміз, ел халықтың көз алдында жүрміз, Аллаға шүкір. Ол мотиватор Ануарбекке не болды сонша дайындалып, анау-мынау туда-суда дейді. Ондай ол Ануарбек болсын болмасын, өмір бақи еңбек етіп келе жатқан адам ғой. Өмір бақи күнделікті жасап жатқан жаттығу, күнделікті істеп жатқан істерлік. Дайындалсаң дайындалдың дейсіңдер, дайындалмасам дайындалмады дейсіңдер. Отылсақ отылды дейсіңдер, отсақ ойбай дұрыс жеңген жоқ, бір бәле қып жеңді, дұрыс отпады дейсіңдер. Мінсек мінді дейсіңдер, мінбесек мінбеді дейсіңдер. Әйтеуір артқа сүйреуді, артқа тарту. Енді білмеймін енді. Ештеңеге жақпай деген адамға негізі. Еш нәрсе жақпай деген. Тағы да айтайын, бауырлар, ағайындар, мен өмір бақи еңбек етіп келе жатқан адаммын. Ол Ануарбек мотиватор болсын, болмасын, ана инста парақшаны қарасыңызшы. Оны білетін адамдар біледі өздері. Білмейтін кішкене ақымақтар білмейтін шығар. Ең басындағы мен Инстаграм парақшасын 2018 жыл ма, 19 жыл ма ашқам. Міне 6 жыл болды инста парақшасын қолданып келе жатқаныма. Ең басында бірінші публикациядан бастап көріңдерші. Қандай еңбек, күнделікті еңбек, күнделікті еңбек, күнделікті тәртіп, күнделікті еңбек. Өмір бақи еңбек етіп қалатым. Аллаға шүкір 28 жыл еңбек етіп қалатым. Алла күш қуат берсе, тағы да 28 жыл еңбек етемін. Алла күш қуат берсе, одан кейін тағы да еңбек етеміз. Әуелі Алла.
Сондықтан бұл Ануарбек мотиватор сияқты дұшпандар өмірде өте көп болады. Не үшін еңбек етеміз? Сондай дұшпандарға мықты болу үшін, сондай дұшпандарға тізе бүгіп қалмау үшін, солардың алдында өзіміз үшін, өзіміз мықты болу үшін, жастарға тәрбие болу үшін, ең басты өзіміз, бала шағамыз үшін, бала шағамыз осы әкесінен жақсы нәрсе көрсін, әкесіне көріп, әкесінен мықты болам деген мақсатпен, арманмен өмір сүрсін дегендей, үлгі алсын әкесінен. Сондай мақсатпен жұмыс жасаймыз әйтеуір. Ал сендердікі аяқтан тарту, аяқтан құлату, артқа қарай тарту, шалу аяқтан. Әйтеуір құлағанымызды көргілерің келеді ғой, әйтеуір. Құлағанымызды, жеңіліп атқанымызды, жерде тапталып атқанымызды көргілерің келеді. Ай қазағым, ай қазағым, ай. Жүрегім ауырады, шынымды айтайын. Сендер үшін, осындай ой қабілеттерің үшін, бір-бірімізді қолдамай, өйстіп сана сезімден төмен болғандарың үшін қатты жүрегім ауырады. Не деймін сендерге? Аман болыңдар. Сондай ішкі дүниелерің, адами қасиеттерің, миларың, сана сезімдерің сондай төмен болғандықтан, ішкі дүниелерің сондай тар болғандықтан Алла тағала сендерді көтермей жатқан шығар. Алла тағала сендерге бермей жатқан шығар деп өзім ойлаймын. Сол айтарым, аман болайық, бар болайық, ең бастысы адам болайық, бай болайық, жақсы күнде амандықта жолыққанша қара көр үйрен, спортпен бірге болыңдар. Ал мен жаттығу әрдайым жасаймын, жанымды беремін. Бұл өмірде мен бір үлкен түсінгенім, мен 10 жасымнан бастап еңбек етіп қалатқан балам, 10 жасымнан бастап, жасым 38-де тағы да айтайын, 28 жыл болды еңбек етіп келатқаныма. Міне қазір залыма келдім, өзім тренировкадан шығып, қазір басқа залдан шығып, өз залыма келдім. Бұны айтайын деп жатқаным, бір нәрсені түсінген, мен барлық нәрсе мен өмірімде ол үлкен еңбекпен келіп жатыр. Ешқашан маған жеңіл жолмен келмеген. Мынандай теріммен, қаныммен, шыдамдылығымен, мінезіммен, Аллаға деген сеніммен, мінекей осының бәрі тәртіппен, осының бәрі келіп жатыр. Ешқашан маған оңай нәрсе келмеген бұл өмірде. Ешқашан. Мен жанымды қинамасам, мен еңбек етпесем, маған ешқашан еш нәрсе келмейді. Содан кейін мен 100% беріліп, 100% жанымды қинап, 100% берілуге тырысам. Хоть мен дайындалып жатырмын, хоть мен олимпиадаға дайындалып жатырмын, хоть мен біреумен бокс жасайын деп жатырмын, боксаспайын деп жатырмын, өзім үшін істеп маңызды емес. Мен бұл өмірде 100% берілу керекпін. Сонда нәтиже болады. Сонда мінекей Аллаға шүкір, мен осындай көлікпен жүремін, мен осындай әдемі болып жүремін, мен осындай қымбат очки киіп жүремін. Аллаға шүкір, жақсы жерде жүремін, жақсы адамдардың қасында жүремін. Анам, әкем, Аллаға шүкір, бала шағам жақсы өмір сүреді, соның арқасында, соның жетістігін, соның жемісін арқасында. Аллаға шүкір, альхамдулилля. Ең бастысы мына жүректегі адами қасиетім жоғалмау керек. Бұл өзіме айтып жатырмын. Ал менің қанша бүкіл әлемнің алтынын, бүкіл әлемнің ақшасын берсе де, менің адамгершілігім ешқашан өзгермейді. Өйткені мен қайдан шыққанымды білемін. Мен бала кезімнен ақша тауып, бала кезінен еңбек етіп, бала кезден ел халықтың алдында жүрген адаммын. Сондықтан миллиардтаған ақша болса да, миллиондаған доллар болса да, ол ешқашан мен өзгермеймін. Аллаға шүкір, мен осылай қанша дүние болсын, қанша әлемнің ақшасы алтыны болса да, мен әрдайым осылай еңбек етіп, жұмыс жасап, 100% беріліп жүрем. Сол айтарым. Аман болайық, барлықтарына күндерің сәтті өтсін.